Assalamu alaikum. Efirde zaman. Bugün noyabrның 24-ті Qırım işğalının 1366-cı күні studiyada men Halime Aliyeva çalışam. Видео Кашкаға бағышланған дуа Киевде де кечірілді. Дуа мерасимі Аль-Раид Ислам Медениет мерkezінде олып кечті. Мұнда хадының Қырым татар халқы үшін яқаламларыны қатырладылар. Иншаллах, на все знание Аллаха, что она умерла шахидом. И поэтому просим Аллаха Субхану достойно того, чтобы упомянуть ее имя в мечетях, в разных местах, и попросить Аллаха Субхану за нее дуа. Пусть Аллах Субхану примет ее у себя с его милостью, простит ее грехи, сделает ее из обитателей рая, примет ее шахидом, как и других мусульман. Қырымда мате, ярымадада Қырым татар халқының әфсаниясы Вежия Кашка вайдажлашдылар. 83 yaşında olған milli әрекет іштіракчысы 3 сүргінлікке оғыраған еді. Түне оның жүрегі тоқтады. Вежия Кашка оғынде Русияның мақсыз қызметлері Қырым татар файлеріні яқалады. Оны да яқалап түрмеге ташлажа қолдылар. Қадын ярамады. Әжелі ярдым арабасында Вежия ханым жан берді. Milli әрекет іштіракчысы сонки yolға озғармақ үшін millерінен инсан топlaştı. Сабадан Қырым татарларының evlerinde қара шіретлі мили барақлар асылған. Боле шекілді мили сүкінеті Вежия Кашка қорантасының бір олғаны көстері. Мили рекетінің en faal iştirakçilerinden бір олған Вежия ханыммен ведалашув боле башланды. Бинлернен инсан қарасу базарының Учкойс Новокленова көйінде Вежия Кашканың еві янында топлаша. Джаназе мерасымы Русия мақсус қызметлерінің незареті алтында өткерілі. Көй жыварында ОМОН хадимлерінен арабалар тұра. Джаназе мерасымыне провокатор ве işğalчылерінен işбірлік еткенлер де келді. Олар арасында Ескендер Белялов. Оларына масыра шарлары алтында джаназеден қывдылар. Сексен yaşında olған Вежия Кашканың жүрегі Тінеон әжелі ярдым арабасында тоқтады. Ахмеджит мерkezінде фаалер яқаланғаны вақыт ойярамады. Вежия Кашка өміріні Қырым татарларының парлақ келечегі үшін бағышлады. Осонки санеге қадар ватанымыздың мұстақылығы үшін күрешті. Спасибо народу. Спокон веков мать боролась собрать народ. Сейчас видно, что мать боролась и в борьбе умерла. И народ все-таки собрала. Вежия Кашка Қырымда доғды. 9 yaşında olғаны вақыт бұтын Қырым татар халқының бірабер сүңгінуке оғырады. Әленче сенелерінден башлап, о милли рекетке қошылды. О Қырымға біріншілер сырасында yol açtı. Вежия Кашка Қырым татар халқының садық аскері. İşğal башлаған сонда өз позициясыны açıqtan açıq айтмаға девам етті. İşğalçiler атәріні қапатқаны вақыт о біріншілер сырасында дестек көстермеге келді. Вежия Кашка саяси мобюстерге қол тұтмақ үшін әрбір mahkeme топлашуларына қатнайды. Оның сонки берген интервьюде янқарахан сөзлері Қырым татар халқы үшін насият олып қалы. Bizim bunda veteranımız. Onlar istese de istemese de Kırım Tatarları bu yerde, biz bu yerde yaşayacak. Bu yerde de bizim kemikimiz kalacak. Hem biz baştaki gibi, şimdiki gibi darmadağın olmayacağımız bulalım. Şimdi biri işim değil, biri çişim değil, biri fabrikam değil. Yok cemaat. Bu değil böyle. Bizde vetan. Hepimizge Milli hareket iştirakçileri toplaşkanlar o günde çıkış yapar eken, Tamar halkının geleceği için kureşini bir insan Vejia Kashka gibi devam ettirmek gerek dedi. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin, iyaki na'budu ve iyaki nesta'in. Vejia abde bizge büyük bir vasiyet kaldırdı. Bu bizim milli kureşimiz. O sonki nefesine kadar milli kuruşumuzda ozu edildi. Bizge de her vakit bunu aytaydı. Ve unutmayıp onun en mühim, en güzel sözleri halkımız her vakit beraberlikte olsun. Biz de Vejia ablamızın yaxşı işleriмен, yaxşı sözleriмен andık. Allah rahmet eylesin deyimiz.
Веже Кашканин ведалашмақ үшін қырымның чешет көшелерінден 4000-ге яқын инсан топлашты. Оны Кутлеви дуанен сонки елға ұсқардылар. Эльвина Сидбулаева, Олег Трохимов, Заман, АТР. Сукнет шіретлерінен Қырым татар байрақлары те Қырымда дегілде, Киевде де асылды. Бөлі етіп вифат еткен Веже Кашкаға яқаламлары көстерілді. Милли ве девлет байрақлары АТР телеканалының бинасы ве Меджлис офисі өзерінде асылды. Ведь Апте останется в наших сердцах как неутомимый борец за права восстановления нашего народа, бесстрашный боец, которая давала дух нашему народу. Это она в нужные опасные минуты для нашего народа бросалась буквально под грузовики КАМАЗов с ребенком на руках, бросалась на автоматы, бросалась на встречу дубинкам полицейским. Она была очень бесстрашным человеком. Меджлис Украинаға Веже Кашка өлімінде қабатлы олған инсанларыны жазаламаға талап ете. Дүнияны есе Русияге қаршы басқыны артытмаға чағырды. Бұл ақта Меджлис рейсі Рифат Чубаров тарқатқан бейанытта кете. Меджліс кримсько-татарського народу рішуче засуджує вбивство російськими окупантами активістки кримсько-татарського національного руху Ведже Кашка і закликає українські правоохоронні органи докласти всіх зусиль для притягнення винних у загибелі до відповідальності в межах національних і міжнародних судових інститутів. Бұныңен бері Меджлис езғалжелері Ярымадада инсан ақлары бозылуы тақтытмаға ве дерал Қырымны азат етмеге чағырды. Қырым прокуратурасы Ведже Кашка өліміні өлдіріп маддесі бойынша тетқиқ етті башлады. Бұныңен бері прокуратура милли әрекет іштиракчыларында тинтулер кешіріп, яқаланғаны үшін жинайы дава башлатты. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом смерті Ведже Кашка за статтею 115 – це умисне вбивство. Наразі до Генеральної прокуратури скеровано кримінальне провадження для визначення підслідності. Ахмеджетнің Ишғалжелер Махкемесі Бекер Дегерменже Асан Чапух ве Руслан Трубачны кайға апске ташлады. Оларны бұйық колемеде пара талап еткенінде қабатлайлар. Бекер Дегерменжеге незбеттен шығарылған махкеме қарары оның адвокаты Эдем Семедляев изатлады. Судебного заседания Зеври сразу же заявил отвод прокурору и всей прокуратуре, потому что он не доверяет такой прокуратуре. Суд, рассмотрев данное заявление, отказало ему в этом. Они ушли в совещательную комнату на 1 минуту. После этого вышли, огласили, что в апелляционной жалобе нам отказано. Решение постановления Верховного суда оставить в силе до 11 февраля. Сейчас у них идет стадия ознакомления с материалами дела. Кеченлері Ахмеджет мерkezінде кечірілген мақсус операция девамында Ишғалжелер милли әрекет іштиракчылары Дегерменже Чапух ве Аметовны яқалады. Олардың бері Ведже Кашкада бұлынайды. Руслан Трубачны Ишғалжелер Киевге кеткен автобусда шығарып алған. Әрбір яқаланғанын евінде тентулер өткерілді. Бұнымен бері Юрий Баранов, Курсеит ве Эльдар Абдуллаевлер яқаланды. Сорғудан сон үш кіші азат етілді. Олар шымды шат статусында. Хизбут Тахрир давасы бойынша қабуатланып яқаланған Зеври Апсеитовны Ишғалжелер кележек сене февралін 11-не қадар апсте қалдырды. Ишғалжелер махкемесі оның адвокаты берген шикаетіні кері қайтырды. Махкеме топлашуы қапалды шекілде кешірілді. Уже, наверное, со счету сбылись. Какой суд? Очередной цирк. 24 человека в одной камере. Получается, 3 камеры в одну камеру. Зеври, у него гипертония. Периодически нужно отправлять лекарства. Но, к сожалению, сейчас без назначения их врача этого нельзя сделать. Теневой
Тывын ишгалжелер махкемесі дегер мәбіслерінің шекаятлеріні бақып оларыны да апсте қалдырды. Кечен сене ишгалжелер Бақчысарайда майсын 12-сінде көтлеви тентув кечірген еділер. О вақыт терроризмде қабуатланы Ремзи Меметов, Зеври Апсеитов, Рустем Абилтаров бе Энвер Мамутов яқыланған еді. Бұл есе сонки хаберіміз еді. АТР телеканалының эфирі девам ете. Саулықнен қалыңыз.